Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғаліммін. Бүгінгі біздің алғашқы тақырыбымыз бұл атом құрылысына саяхат жасаймыз. Атомның құрамын, құрылысын, ондағы бөлшектерді сипаттаймыз. Бүгінгі негізгі өтетін бөлшектер, терминдер бұл ядро, нуклид және нуклон. Осы үш негізгі терминмен танысамыз. Бұларды мүмкін сіздер естіген боларсыздар. Ядро дегеніміз бұл атомның орталық бөлігі. Атом бізде екі негізгі бөліктен тұрады, электрондар және ядро. Ядро ол атомның ортаңғы бөлігінде орналасатын аймақ деп айтсақ болады, ядро аймақ. Ал ядроның ішіне кіретін бөлшектер бұлар протон және нейтрон. Атомның орталық бөлігі. Енді нуклид және нуклон деген терминдер мүмкін сіздерге бейтаныс болуы мүмкін. Нуклид дегеніміз бұл атомның массалық сан, реттік нөмір және энергетикалық жағдайы бойынша ерекшеленетін атомның түрі. Яғни массалық сан, реттік нөмірі, және энергетикалық жағдайымен сипатталатын атом түрі. Бұған қазір мысалдар келтіріп қарастырамыз. Нуклон дегеніміз қарапайым ядроның құрам бөліктері, яғни протон және нейтрондар. Нуклон, протон және нейтрон. Ядродағы бөлшектерді біз нуклон деп айтамыз. Енді оқушылар, қазір біз былай жазатын болсақ, ядроны түсінесіздер, нуклид пен нуклон мүмкін сіздерге кішкене сіздерді шатастыру мүмкін. Сондықтан мынандай бір мысалдар жазатын болсақ. Хлор 35, реттік нөмірі 17, протон саны 17, нейтрон саны 18 және хлор 17, 37, 20. Мына екі атомды алатын болсақ, мына атом мен мына атомның екеуінің түрлері әртүрлі. Бұларды біз не деп айтамыз? Протон сандары бірдей, ал нейтрон сандары әртүрлі. Бұлар изотоптар. Изотоп деп айтамыз. Изотоп бұл нуклидтің бір түрі десек болады. Жалпы нуклидті біз үш түрге бөлеміз, үш түрлі бойынша сипаттаймыз. Бұл изотоп, изобар және изотон. Енді изобарға мысал келтіретін болсақ, бұнда бізде изотопта бізде протон бірдей, нейтрон әртүрлі. Егер де біз изобарды айтатын болсақ, изобар дейік, бұнда масса бірдей, протон әртүрлі. Бұл изобар. Мысал келтіретін болсақ, масса бірдей, протон әртүрлі. Калий, реттік нөмірі 19, массасы 40-21 десек, және кальций. Реттік нөмірі 20, нейтрон саны 20, массасы 40. Бұл бізде изобар болады, себебі массасы бірдей 40-та 40, ал протондары әртүрлі. Яғни бұл екі түрлі элемент болуы мүмкін. Элемент болады, себебі протондары әртүрлі элементтер, яғни атомның түрлері бір-бірінен протон санының айырмашылығынан ерекшеленеді. Изотопта протон сандары бірдей, яғни бұл бір элементтің атомдары, бірақ массалары әртүрлі. Бұл изобарға мысал, және изотон дегеніміз бұл жерде изотон нейтроны бірдей, протоны әртүрлі. Мысал келтіретін болсақ, хлор мен калийді аламыз. Хлордың 17, 37 массасы
нейтроны 20 болса, бұнда калийде бізде протоны 19, нейтроны 20 және массасы 39. Міне екі біздегі атом түрлері хлор 37 және калий 39 бір-біріне изотон болып табылады, себебі олардың нейтрон сандары бірдей. Осы изотоп, изобар және изотон бұл нуклидтің түрі. Сонда нуклид дегеніміз не? Бұл массалық сан, реттік нөмір және энергетикалық жағдай бойынша сипатталатын атом түрі. Изотондар атом түрлері белгілі бір, изобарлар белгілі бір атом түрлері және изотоптар атомның белгілі бір түрлері. Бұларды егерде біз салыстыратын болсақ, мысалыға ядро дегеніміз бұл жалпылама атау. Барлық атомдарда ядро болады. Егерде оны біз автокөлікпен салыстыратын болсақ, ядро бұл автокөлік деген ұғымды білдіреді. Яғни автокөліктің түрлері көп. Олар бөлінеді. Жеңіл автокөліктер, ауыр автокөліктер деп. Ал сол жеңіл автокөліктің ішінде көп деген түрлері болады, маркалары болады. BMW, Mercedes, Lada, тағы да басқа. Ауыр автокөліктерде де әр түрлері болады. КамАЗ, МАЗ деген сияқты. Міне, бұл жерде қайсы бізде не болып табылады? Ядро бізде жалпылама атау, бұл автокөлік. Оның ішінде, егерде біз изотоп, изобар, изотонды бөлетін болсақ, яғни бұлар изотоптың несі ұқсас, протоны ұқсас, бірақ массасы әртүрлі. Яғни кейбір автокөліктерде қозғалтқыштың көлемі бірдей болуы мүмкін, бірақ массалар әртүрлі болуы мүмкін. Көлемі мысалға 2 литр, мұнда да 2 литр, бірақ массалар әртүрлі. Деген сияқты автокөліктің ерекшеліктері. Мұнда массасы бірдей, бірақ көлемі әртүрлі деген сияқты. Мұнда бізде изотонда нейтроны бірдей ұқсас, ал басқа қасиеттері әртүрлі. Нейтрон деп біз мысалыға кузовтың түрін айтсақ болады, кузовы ұқсас, бірақ қалған бөлшектері басқаша, сипаттамалары басқаша. Яғни бұл әртүрлі бір қасиетке байланысты біз бөлеміз. Бұл бізде нуклид. Енді сонымен оқушылар, ал нуклид дегеніміз бұл нақты бір атомның маркасы деп айтсақ болады. Яғни осы үшеуі нуклидпен сипатталады. Мысалыға, калий 39 бұл белгілі бір нуклидтің түрі. Және калий 40 бұл да басқа бір нуклидтің түрі. Калий 39 бен калий 40 бір нуклидке жатпайды. Дәл сондай сияқты, хлор 35 және хлор 37 бір нуклид емес. Бұлар екі бөлек нуклид. Сонда нуклид бұл әр бір атомның түрінің белгілі бір сипаттамасы бойынша ерекшеленуі, айырмашылық көрсетуі. Мысалыға оқушылар, кейбір ядролар болады, барлық сипаттамалар ұқсас, бірақ мысалыға бром 80 алатын болсақ, бромның бізде протон саны 35, нейтроны бізде 45. Тағы бір бромды салсам, 80, 35 және 45. Мұна екі атом түрі, бром және бром 80 және бром 80. Бұлардың барлық қасиеттері ұқсас. Протоны бірдей, нейтроны бірдей, массасы бірдей. Егерде мен мұнда М деген әріп қоятын болсам, бұл бір белгі, яғни нуклидтерге белгіленетін бір айрықша белгі деп. Міне қазір бізде осы белгінің нәтижесінде екі атом түрінің арасында белгілі бір айырмашылық пайда болды. Мынау нуклид, мысалға бірінші нуклид, мынау екінші нуклид, басқа бір нуклид. Олардың айырмашылықтары не? Протон санында емес, нейтрон санында емес, массасында емес, бірақ несінде? Қараңыздар, массалық сан бірдей, 80-80, реттік нөмірі 35-35, энергетикалық жағдаймен сипатталатын атом түрі. Яғни, М дегеніміз бұл мына бромның, мына бромға қарағанда энергетикалық айырмашылығы бар деген көрсетеді. Мынау бізде метатұрақты бромның нуклиді, мынау бізде тұрақты бромның нуклиді. Сонда бірдей сипаттамалары болғанымен де энергетикалық жағдаймен ерекшеленетінде атомның түрлері бар. Бұларды біз нуклидпен ерекшелейміз барлығын. Яғни кез келген біз атомның түрін алып, оны толық сипаттама берген кезде,
массалық сан бойынша, реттік нөмір бойынша, энергетикалық жағдай бойынша. Бұл біз әрбір атом түрін, яғни нуклидті атап сипаттаймыз деген сөзді білдіреді. Сонымен нуклид бұл кез келген атомның түрінің толық сипаттамасы, ал изотоп, изобар, изотон бұлар толық емес, яғни белгілі бір олардың қасиетіне байланысты сипаттамалау. Ал нуклонға келетін болсақ, бұл жай ғана протон және нейтрондарды білдіреді. Мысалыға, осы бром 80-ді алатын болсақ, бұнда қанша нуклон бар? Яғни протон және нейтроны. Бұнда 80 нуклон бар. Сонда нуклон саны тең массалық санға. Массалық сан. Мына хлор 37-нің нуклон саны санайық. 20 нейтроны бар, 17 протоны бар, нуклон саны 37, массасы да 37-ге тең. Калий 40 алатын болсақ, бұның нуклон сандары 21 нейтрон, 19 протон, нуклон саны 40-қа тең. Массалық саны 40-қа тең. Осылайша біз кез келген нуклидті, оқушылар, әрқайсысы бір-бір нуклид түрі, атомның түрі. Бұл автокөліктің маркасы деп айтуға болады. Маркасы, оның барлық сипаттамалары, көлемі, кузовы, тағы да басқа. Дәл сондай сияқты бізде атомның әрбір түрін сипаттаймыз. Бұл мүмкін химиялық қасиеті ұқсас болуы мүмкін, бірақ бұл ядроның сипаттамасы физикалық айырмашылыққа алып келеді. Мысалыға, хлор 35 мен хлор 37 бұлар изотоп болғанымен, бұлардың химиялық қасиеті ұқсас. Не себепті? Себебі химиялық қасиет электрон санына байланысты, көбінесе. Бұлардың электрон сандары және протон сандары бірдей болғандықтан, бұлардың химиялық қасиеті өте ұқсас болады. Алайда, бұлардың массалары әртүрлі болғандықтан, олардың физикалық қасиеттері бөлек болады, ерекше болады. Яғни, физикалық қасиет деп тұрғанымыз, бұл жердегі ядролық физикада көрсететін сипаттамалар. Бұл оның тұрақтылығы, оның радиоактивтілігі, тағы да басқа энергетикалық сипаттамалары ерекше болуы мүмкін. Мысалыға, калий мен кальцийді алатын болсақ, бұның химиялық қасиеттері әртүрлі. Себебі, мында 19 протон, 19 электрон, мында 20 протон, 20 электрон, олар әртүрлі химиялық қасиет көрсетеді, әртүрлі химиялық реакциялар көрсетеді. Бірақ, егерде біз оның ядросын алатын болсақ, ядросының массасы 40-40 ұқсас. Сондықтан олардың физикалық қасиеттері ядролық ұқсас болуы мүмкін. Мысалыға қандай, жаңа айтқандай, радиоактивтілігі тағы да басқа физикалық қасиеттер ұқсауы мүмкін. Сонда оқушылар, біз атомды тек қана химиялық айырмашылық жасамай, атомға біз оларды қазір ішіне кіріп, протон және нейтрон сандары бойынша, нуклон сандары бойынша жалпы физикалық және химиялық сипаттамалар беруіміз керек. Сонымен, оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.